Аты кім олардың біз жаңа сұрамаппыз ғой атын? Аттары дейсің ба? Аты кім атын білмейді қазір. Аты. Аттары ше? Келіншегінің аты Сәуле, сосын Айгүл ғой. Күйеуінің аты Әлиасқар ма? Сонда білмеймін, есімде жоқ. Күйеуіне сөйтіп жүрді, қуасың ба? Керек жоқ, күйеуіне сөйтіп жүрді. Өмеш, керек жоқ, құтты тамай. Не айтып жатсыңдар? Кімнің әйелі? Таксист айтып жатырмын. Ой, бұрмай, сен таксисттің атын білмейді екенсің да, бірақ әйелдердің атын жаттап алыпсың ғой, Каспий голдты аударғанда әйелдің аты шықпай ма? Екі әйелдің аты шықты ма? Сол білмей тұрмын ғой, сол Айгүл ма, Сәуле ма? Байқаша дер. Мұны қуа деген қылды, мал деген қылды. Өнісінес, о массажистің күйеуін естіп жүрді. Күйеумен келеді дей ме не? Естің ғой жаңа, күйеумен. Айтпашы, қалада сондай еркектер көбейіп кеткен кәз. Әйелін жеңіл ақшада, әйелін сондай лас жұмысқа жұмсап, содан түскен жеңіл ақшамен күн көріп, аяғын аспан көтеріп жатады. Ондай көп кәз. Негіз былайша қарасаң нормальный бизнес сияқты, Ондайға кәз еркектерің шығып кеткен ғой. Қойш. Еркектер кәдімгі заказбен келеді, Нан күйеуді, значит, үш адам деп ойлап тұрды бізді. Бекболат қасы дейік те күйеуіне. Сөйтіп береді ме екен? Сондай, Күйеуің маған керек жоқ құрсын. Көрсе, неден? Неден болғанда ше? Мен ойым кетіп қалды ма бизнеске? Бір сағат қанша? 10-15 мың шығар? 20 мың деп тұр, 40 мың сондай болады да қалада. Бір күнде 2-3 массаж істесе, кетті ғой мұнан ақшасы. 100 мың қалтаң тесе ма? Негізі ойланатын бизнес екен. Онда сен әлі үйленген жоқсың ғой, бойдақсың ғой, сондай айласа бірден. Сондай істейтін. Массаж оқыған ба? Үйде жатасың да жаңағы сол. Біздің Ержанға күніміз қарап қалды. Телефон тұр қолымызда. Ол екіске ақ жазайық та? Интернеттен іздесе, интернетте көп ондай. Түр суретімен шығады ғой. Массаж Шымкент. Мына шықты ғой. Детский массаж. Детский массаж болмайды ғой. Жауын жабысып қалса ғана ғой. Мына қыз нормально екен, Ол детский массаж. Бірақ мощный екен. Қыздарымыз үлгенде зрелыйлардан көрейік та. Қуасың ба, қой? Нелесің? Қамдыстырсақ. Фото авадағы мен емес дейді. Жігіттер, ойлансаңдаршы. Қарызданбасаңдаршы. Жоқ, қарыз емес қой. Наличка ғой. Бізді қарыз жоқ. Құдай сақтасын, қарыздан ондайға. Наличка сетеміз ғой. Жаңа депутат берген ақша бар ғой, соған барамыз. Ақша көп қой. Ол зина деген нәрсе ше, наличка бола ма, рассрочка бола ма, ол қарыз ол. Зина емес, массаж әшейін. Ондай нәрсеге бармайды, массаж ғой. Бөтен әйелге некесі жақындасаң, ол зина болып есептеледі ол. Міндетті түрде қайтарасың оны. Әпшеңмен, қарындасыңмен, жүдә болмаса әйеліңмен. Қарыз ол. Біз ақымақпыз, ол жағын ойлаған жоқпыз, оның бәрін есептеп отырмыз, бізде де есеп бар. Мынада қарындас жоқ, менде де қарындас жоқ. Әпкеміз жоқ. Мен бойдақпын. Мынаның қатынның қолы қатты, бұның қатында ешкім істетпейді массаж. Тасты. Мен қатынның қолы қатты ма? Білмейсің ба? Тасты ғой. Ол қақта білесің? Амандасасың ғой, амандасқан кезде қолына қолың тиеді. Үйгер қолына. Өзі ажырасып кеткіз ғой, демейді оны ойны болсын. Сонда да намысыңа тие дегенде ажырасса да. Ақшаларың тасып бара жатыр ма? Қалталарыңа симай бара жатыр ма? Магазинге барып, анау-мынау алып келіңдер. Азанда ауыз бекітеміз сәресіге. Жолда сөйлесеміз, жүрсең. Ойбай, осы ішің не қылады? Көтергенде ғой. Сен ауыз бекітесің бе сенде? Жоқ. Қаяқтан бекітем мен? Дәрі ішемін ғой мен. Дәрі ішемін алып. Қайтып дәрі ішсең ауыз бекітесің? Үнемі дәрі ішіп жүру керексің ғой. Сен менің қасымда жүрсің күніге. Қаяқтан дәрі ішемін? Ол үшін дәрі ішпейсің ғой сен. Қаяқтан ішемін мен? Ақша енді түсті ғой қолымызға. Енді барамыз ғой дәріханаға. Өзің ше? Тұтасың ба?
Менде дәрі ішкім келіп жатыр, Тұтпаймын десе, в общем. Қаяқтан тұтасың дәрі ішіне, тұтамайсың, өзің айтып тұрсың ғой. Келді ғой. Ауыз бекіткенге не алады өзі? Құрма. Құрмалады ғой. Не, бір нәрсе жейтін бір нәрселер алатын шығар. Соңында осы ғой. Есепте беріңіз, а? Заттарға. Болды, қанша болды? 2,5 теңге болды. Ал. Доллар алмаймыз ғой біз. Ой, бұл бізде. Ақша жоқ. Теңге жоқ қой. Бересіз, курс қанша болып отырыз? 400-ден есептей берікші аға, 400-ден есептей берікші. Сен нәске башы аяғың? А? Аяғың жаман сазы бар ғой. Нәске бересіңші, нәске бер. 200 теңге. 200 теңге? Арзан ғой, қымбаттауын берсе ғой. Ол 500-ге алса сосын. Болып берсеңші, аздашып берсеңші. Дәріні алдым бақ. Дәріханадан аламыз ғой біз магазиннен. Жасаға рахмет аға. Жақсаған болды. Лифтің басында ма? Ауыз бектейін. Папа мамың ауыз бекті ма? Жоқ, өзім бекітейін деп жатырмын. Өзім? Сен жасың нешеде? 6-та. 6-та? 6-та. Жап жазып. О, пенсияға шыққаннан кейін үлгересің ғой, не асығып жатсың. Пенсияға сіз жете аласыз ба, жете алмайсыз ба, оны бір Құдай біледі ғой. 4-тегі балдар да қайтыс болып кетіп жатыр ғой. Бүйтігі мүмедік? Қорқамын алар. Қорқынышты ғой сөздер. Әңгіме шаман е. Өлі өлі тұр ғой. Мен төшікпен жазамыз. Мәссіғым. Ырза болдым еше. Кішкентай балаға да. 6 жасар бала. Ауыз бекітем дейді. Немене ырза болды? Біз ұяттау емес па? Ой, сен немене кет? Біз дәрі ішеміз ғой. Біз дәрі жерегеміз ғой, кеттің ғой. Дәріміз бар ғой. Сылтау деппін ғой, неміз бар екен ғой. Қандай дәрін ау? Аскорбинка, витамин. Біраз жазып берген ғой, назначениесі ғой. Қалдерің мүшкіл екен ғой, Алла шифа берсін. Дұрыстау дәрі алмайсың ба? Зиян жоқ дәрі осылар ғой. Бірақ бұл дәрі болмаса да жеп қошқышылар бар меше? Мидасып жүрген қошқышылар ғой, қой жоқ ғой. Қымбат дәрі алған ғой. Бұл дәрі болмаса да бірақ мен сенің 30 күн оразаңа мен шыдай алмаймын сөздің ашығын айтайын. 30 сол ғой сол. Асқазанды құртасың. Оразада жеңілдік бар ғой. Қандай жеңілдік бар? Басында 10 күн ұстайсың, ортасында 10 күн ұстайсың, аяқ жағында 10 күн ұстайсың, болды. Ой, болды ма сөйтуге? Иә. Болды онда. Қай жері болды оны? Басында, аяғында, ортасында. 10 күннен бәрі 30 күн болып тұр ғой. 10 күнде, мен 3 күнде бойлап тұрмын ғой. 10 күн 30 күн болып тұр ғой. Болмайды ол. Енді парыз ғой жігіттер, бұны міндетті түрде ұстау керек қой. Сөйтіп, шамал қулықпен не алмасам сендер ұстайын деп тұрған жоқсыңдар да просто. Бірақ онысы да бар. Наңғасыныш. Бірақ ана 6 жасар балаға ораза керек жоқ деп ойлаймын. 6 жасар бала жаңа ораза ұстатам дейді. Не керек ол? Пенсияға шыққаннан кейін ұстатам. Түйе намаз оқып жатыр. Егесінде. Арзай. Түйе намаз оқып. Сол ешек намаз оқымай тұрған кезде, ешектен бұрын оқысаңдаршы, хотя намазда. Тәубелеріңе келсеңдерші. Ойбай. Сүйектен өтті, не қылып жеріңдер еп? Анау 6 жасар балам, мынау түйе ешек деп. Саған өтіп атқан жоқ қошым? Сүйектен өтіп кетті ғана сөзі, өткен жоқ қозаған. Бетон екесін сен де, парт-парт деп түсіп кете берді ол. Дәрі таламаймыз ғой біз. Үйрететін тұр мұны? Үйретем ғой. Дәрі жем ғой мен. Дәрін сол үшін іше бересің, кеттік жүр. Я мейірім шексіз болған әлемдердің Раббысы. Өзіңнің разылығың үшін таңнан кешке дейін ұстаған оразамызды, қабыл мұратымызды асыл ете көр.
Осы екі бауырым Құдай қаласа бастамасын оңды қыла көр, 5 уақыт намаздарын қаза қылмайтын құлдарының қатарынан қыла көр. Амин Аллах. Ей, аузың жауып есіне. Аузың жауып есіне сей. Шығын ішіп кетеді ғой. Не мая? Мына сәрезге тұрмай ақ қойсын деді. Жаңамын 2001 шығарды ғой. Тұрған абзалырақ. Тұрып, қара су ішіп болса да, бекітіп қайттан жату керек. Қой? Иә. Ал ұйықтап қалыпта, азанда ештеңе ішпей, ары қарай аузыңды ашып кетесің ба? Ұйықтап қалсаң да қатты. Жоқ, тұрасың да, ұйықтап қалсаң тұрасың да, ниет қылып, сол кешке дейін ауыз ашарға дейін ештеңе ішпей, шыдап жүре бересің болды. Ниет еттім ауызды бекітуге дейсің де болды. Ештеңе ішпейсің. Енді не істейміз енді? Енді кешке дейін аш жүреміз ба енді? Иә. Мен шығамаймын. Неме ішемейсің? Ұйықтайықшы. Ертең кешке дейін ұйықтайықшы. Сөйтейікші, ауыз ашатын кезде бірақ тұрмаймыз да, сол кезде білмей кетеді де, зу өтіп кетеді де. Оразаны же, оразаны. Ұйықтап өткізсең, сауабын түсіңде көресің. Естітпеңдер сондай да. Ұйықтамау керек болсын да, иә? Иә, тіршілік істеп жүру. Ұйықтамасаң, жүре бересің да, босып талады. Не істейсің қазір? Тіршілігін істейсің ғой, тірі адам тіршілігін жасайды ғой. Қазір не істейміз қазір? Қазір енді таң намазын оқимыз. Жүріңдер кеттік. Одан кейін әбетте 5 намазын оқимыз. Таң намаздан ұйықтаймыз ба? Ұйықтауға болатын шығар? Демалуға болады. Кетеміз ба? Иә. Намаз оқи алмаймыз ғой біз. Үйретем ғой, маған үй берсеңдерші, менің артымда ұйытам ғой сендерді. Қандай ұйытам мен? Азанда оқыған намазымыз ше, ол таң намазы, қазір оқиын деп тұрған намаз, 5 намазы. Жарай ма? Мен не істеймін, соны қайталайсыңдар. Сол азандағыдай ма бәрі? Иә. Кәмсе егізеңе киіп, тоңғайсың тоңғайып, соны істей саламыз ба? Тур соны істейсіңдер болды. О, оңай ғой мынау. Өзіміз екен ғой, қиындап жүрген. Сол ғой. Иә, өзіміз қиындап жүрген. Намаз оқысы келген адам ше, уақыт табады, бір нәрсе қылып. Намаз оқысы келмеген адам сылтау табады екен ғой. Мен ауырамын, жұмыстан шығамын. Жәршем деген сияқты. Аллаху акбар. Bir жазма. Аллаху акбар. Сами Аллаху лиман. Аллаху акбар. Мыналар қуа деген ғой, Есігің айқара ашық тұр ғой. ауылда жүрген сияқты хозяйка қылса өлтіреді ғой. Сол үйден ба? Келіншегімді сөйтіп әрең құтылдым ғой. Нең бар еді нөмірін беріп? Мыналар ғой қоймай қойған. Қыздардың, массажист қыздардың нөмірін бер деп. Мыналар намаз оқып отыр ма? Бұрыннан оқитын ба еді? Бекболат бұрыннан оқиды. Мына екеуі енді көріп істеп жүрген кешегі анау. Өте жақсы оқып отыр мыналар. Молдалар сияқты оқып отыр кәдімгідей. Еще оразамыз. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Астағфируллах. Аллахумма салли ислам тарик тазал. Жігіттер, мына намаз оқыстарың жарамайды сендер ме? Не ол? Жертаң кетіп жас боласың. Аяғын тартысың, аяғын. Намазды сөйлеуге болмайды. Мынау ғой сөйлеп жатқан. Болмай ма не? Болмайды, мүлдем болмайды. Артық қимыл істеуге болмайды. Мұны талдайып тұруға болмайды ғой, иә? Талтайып тұрғанды қоя берші. Намазды сөйлеуге болмайды. Ихсан дәрежесінде оқу керек намазда. Немене ол ихсан деген? Алла мені көріп тұр, мен Алланы көріп тұрмын деп оқу керек. Сөйтіп оқып жатыр ғой. Аяғын тартшы десем соған ақ келді. Қырсығып. Отырыста отқан адамдар ұқсап, жертаң кетіп. Шынымен білген жоқпыз ол. Алла кешірсін бәрімізді. Ал ниет қабыл болсын жігіттер. Ассаламу алейкум. Ниет қабыл болсын. Жігіттер, сендерде намаз оқып жатқан адамға деген құрмет, намазға деген құрмет жоқ па? Намаз оқып жатқан адамның ойын бөліп жатсыңдар өйтіп. Күбір етіп келе салып. Мына жерде біз жүгері қарауылдап отқан жоқпыз ғой. Намаз оқып отырып қой. Болмайды ол. Ұят болады ол. Қалайсыңдар? Жігіттер, есікті аңқитып ашып кеткендер не ол? Мынау ғой соңынан кірген. Жау жүрмейсің ба?
Қой ашық қалып кетіп па? Квартираның хозяйкасы өлтіреді ғой. 2 адам тұрады деп айтқанмын ғой мен. Бопты, енді не қылмаймын, байқамай қаламын. Келістік қой, тыныш жүріп, тыныш кіріп шығамыз. Болды. Хозяйка келді.